Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді синабон атты тоқаштарды бірге даярлайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Видеода көріп отқаныңыздай, осындай мақтадай жұмсақ болып жақсы көтеріледі. Біз ең алдымен апарасын дайындап аламыз. Ыдысымызға ашытқымызды, ұнымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 300 мг жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, жылы жерге бетін жауып 20 минутқа апарамыз ісінгенше қойып қоямыз. Бөлек ыдысымызға 500 г ұнымызды салып аламыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, сұйық майымызды, қантымызды және де тұзымызды қосамыз. Барлық керекті граммдарды описаниеге жазып кетемін. Бізде апарамыз көтерілді. Апарамызды осы массаның үстіне құямыз. Жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырымыз біріккеннен кейін кішкене жабысқақ болады. Нан тақтайымызға ұнымызды сеуіп, әбден осылай илеп аламыз. 6 минуттай шамамен қамырымызды қайтарып илейміз. Толығымен илеп алғаннан кейін 1 сағат көтерілуге қалдырамыз. Ортасына салатын салмасын қант пен корицаны дайындаймыз. 150 г қантымызға 10 г корицаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде қамырымыз көтерілді. Қамырымызды орташа қалыңдықта жайып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы 60 г сары майымызды қолымызбен осылай толықтай бетіне жағып шығамыз. Майды бетіне толықтай жағып алғаннан кейін қант пен корицадан дайындалған ұнтағымызды қамырдың бетін толықтай жауып тұратындай етіп себелеп шығамыз. Қамырдың шеткі жағынан бастап нығыздап орап рулет жасаймыз. Орап алғаннан кейін осындай шеткі жақтарын ашылып кетпес үшін нығыздап бекітіп аламыз. Рулет қып орап алғаннан кейін қамырымызды 3 см-дей етіп, бір келке етіп кесіп аламыз. Тоқаштарымыз пеште пісу барысында ашылып кетпес үшін видеодағыдай етіп шеттерін бекітіп аласыздар. Барлығын түйіп болғаннан кейін табамызға орналастырамыз. Мен табамызды майламадым. Бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін қамырларымыз осылай біршама көтеріледі. Осыны 180 градус пешімізге жарты сағатқа пісуге жібереміз. Бетіне творожный сыр мен қант ұнтағынан заливка жасайтын боламыз. Творожный сыр және де қант ұнтағы бір тегіс болып араласқанша жақсылап араластырып аламыз. Пешімізден біздің тоқаштарымыз пісіп шықты. Ыстықтай осылай жағып аламыз және де суығанша қалдырамыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналға жазылыңыздар. Егер де жасап көрген болсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Ас болсын.